Белгілі домбырашы Асылбек Еңсеповтің туған інісі Сырымтай Еңсепов жуырда «Алтын заман» атты әнін жарыққа шығарған еді. Енді міне оны таспалауды жөн санапты. Әннің авторы Төлеген Мұхамеджанов, ал сөзін Әбдірахман Асылбеков жазған. Осындай мағыналы туындыда Сырымтай біраз кезеңдерді көрсеткісі келеді. Бірінші ниетіміз енді қалайда біздің бай тарихымызды көрсетсек. 15 ғасырдан бүгінгі күнге шейін жалпы маңызды тарихи тұлғаларды, тарихи болып атқан сәттерді көрсетсек, жалпы осы 4 минуттың ішінде. Аталмыш бейнебаянның режиссері Дәурен Қамшыбаев, ал продюсері хит режиссер Ахан Сатаев. Бұл бейнеклиптің продюсері болуға Ахан мырза жай келісе салмаған. Расымен де ән көңілінен орын алғандықтан тізгінді ұстапты. Өте керемет ән, идеологиялық тұрғыдан мағыналы туынды. Өйткені халқымыздың тарихынан сыр шертеді. Тарихымыздан сыр шертетін туындыда тек оқиғалар ғана емес, сонымен қатар көзден көрінбей кеткен Асылбек Еңсеповті де көре аласыздар. Бұл жердегі рөлім, мен де осы композицияны ойнаймын. Ортасында домбыраның партиясы болады. Сондай-ақ эстрада симфониялық оркестрі ойнайды. Сондықтан видео өте сапалы болып шығар деп сенемін. Таспаланып жатқан бейнебаян сәуір айында жарыққа шығады. Сол кезде қос Еңсеповтерді көре аласыздар. Айтпақшы, Сырымтайдың жаңалығы мұнымен бітпек емес. Алдағы енді біздің шығармашылық жөнінде айта кетсек, жарыққа жақында ән жинағымыз шығайын деп жатыр. Бұйырса, және де бірнеше бейнебаяндар. Ендеше туындыларыңызды асыға күтеміз.